Assalamualaikum barchaga hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Jag brendining GS6 avtomobilining obzorini to'liq ko'rib chiqamiz. E'tibor bersangiz, bu avtomobilimizning oldi taraflari mashinalarni qusab ketadi. Yana bu mashinani sotib oladigan bo'lsangiz, sizlar tuningga hech qanday pul chiqarmaysizlar. Bular o'zlari zavodskiy istalgan hamma narsalari tayyor qilib istalgan bo'ladi. Oldinda yana buning 360 graduslik kamerasining oldi tarafi joylashgan bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi. Arxayın içinde 360 gradus, maşının aldı artın kaptalarının bərisini görə berəsiz. Bu yerdə də LED faralar, bunlar bərisi to'g'ri bo'lib janadi. Jangan vaqtida kechda slow bo'lib turadi. Және алдында сондай үлкен екі парасы бар, LED пара. И бұлардың жақсы taraflaridan biri, bu qayoqqa burilganda машин сол tarafda ko'plab жарыту xizmatlarida атқарады. Одан басқа да avtomobilimizдің balonuna keladigan bo'lsak, baloni R23 razmerinde bo'ladi, ko'rsangiz bo'ladi. Сондай четкий qilib istelingan 23 razmerде. Қапталарына қарайтын болсаңыз, бұл машина үлкен багати болып көрінеді қаттыға. Размерін біле жақ болсаңыз, көз алдыңызға келтірсеңіз болады. Бұл автомобиль тректерден үлкен болып жүреді бәрібір. Және одан басқа да осындай фаралары, шетлері осындай істелінген, және төбесіне қарайтын болсаңыз, төбесіне де бұны зат қоя аласыз, істеп алсаңыз болады. И мына нәрселерден қаттыға сұлу көрінеді машинада. Одан басқа да айтып өтетін болсақ, енді арқасына өтеміз. Багажы. Бұнда багажда егер сіз қолыңызда кілт болатын болса, бұл багажды автоматически ашсаңыз болады. Яғни артында сондай сенсорлары болады. Ашу үшін ашылады. Көрсеңіз болатында. GS6 автомобиліміз. Енді қарасаңыз, бұл жерде және сондай нәрселер болады. Бұл артына зат қоятын болсаңыз, багажға құяштан сақлап тұру үшін сондай заты болады. Және қараң, багажның өзі негізінде кең, бірақ бұны елді кеңейтудің іләжі бар. Енді запасной баллон жүреді. Одан басқа енді қараң, бұны кеңейткенде мына нәрсені төменге түсіріп қойсақ болады. Осыны төменге түсірген болсаң, багажыңыз деген дымам, нәмді қабып кеңейт қараң. Арқайын қалеген затыңыз сала бересіз. Және бұның оданам кеңейтемен дейтұғын болсаңыз, артқы сиденьяларды ысырып қойып, мынаны жатқызсаңыз, алты тарапын оданам кеңейді. Яғни hamma нәрсені тиіп, осыған даже көшіп барсаңыз болады тазайыңызге. Сондай. Мына жерден жауамыз бұны. Осындай кең болып жүреді. Және артындағы фараларда LED фара, бұлар кешкі уақытта четкий болып мына жерлер жанып тұрады, өзіңіз қалегендей болып көрсеңіз болады. Автомобиліміздің салонына келетін болсақ, өздеріңізге көріп тұрсыз, алты тараплары осындай кең болып жайласқан. Машинамыз старт, стоп түмешесі арқалы жүреді. Рөллері қаттыға қолай, бұруға да осындай. Әйел адамдар айтасы да, оларға осындай бұруға ешқандай қолайсыздық тудырмайды. Алдында осындай круиз контрол, мультимедиа басқаруы барлығы жайласқан. Ham рөлімізді көрсеңіз болады, әрқилы формада өзіңізге қолай қылып іздеп ала бересіздер. Одан басқа осындай алдында үлкен экран болады. Бұл экраннан сіз және де автомобилімізді 360 градуста көре аласыз. Алдын, артын, қаптар тарапларын. Яғни автомобилімізде 360 градуслық камерада бар. Одан басқа бұл жерлерден артындағы багажды ашып жабу қызметлерінде қылатұғын түймешелерде жайласқан. Және осындай торпедасы, автомобиліміздің барлық кожалары эко-кожадан істелінген. Және де кондиционерлерде жақсы істейді бұлардың. Одан да басқа осындай бар бөлімінде джойстик коробка болып келеді, һәм сенсорлы басқару панелі де бар. Одан да басқа бұл жерге телефонсыз зарядқа қоятын болсаңыз, телефон заряд алып тұрады, ешқандай USB шнурлар, еш нәрсе керек емес, тек қойсаңыз болды. Һәм астыңғы бөлімінде осындай нәрселеріңізді, документтеріңізді сап қоюға арналған қолайлы орында бар. Және бір нәрсе барымызда осындай холодильник қызметінде атқаратын орын істелінген. Бұл жерде жазғы күндері суларыңызды, нәрселеріңізді салып қойсаңыз да болады. Одан басқа осындай алды тарапында айналарымыз өзінің цветлеріменен бар. Екі жерінде де осындай жайласқан болады. Және очки сап қоятын орын. Һәм сиденьеміз айтып өтейін енді. Сиденьеміз бұл сиденье память бар. Үш қилы формада өзі автоматически орнатылады. Үш қилы адам отыратын болса, өзіңізге қолайлысын басып қойсаңыз болады. Ямаса осы жерден өзіңіз қолайластырып ала бересіз. Һәм және бір нәрсе, автомобиліміздің ең абыройлы тарапларынан бірі бұл. Оның осындай панорама люкі болып есептелінеді. Көрсеңіз болады, бұлар арқа тарапында алдында да полный панорама люк болып келеді.
Ал енді салонымыздың артқы бөліміне келетін болсақ, бірінші орында осы жерге отырғанда мен бірінші қауіпсіздікті һәм қолайлықты сездім. Өздеріңіз де көрсеңіз болады, осындай кең болады артында, һәм осы жерлерінде кондиционер, телефондарыңызды зарядқа қою үшін арнаулы орынлар, ал мына жерінде болса, осындай баклажкаларыңызды, стакандарыңызды қою үшін орын қолайлы қылып істелінген. Яғни бұл машинамен сіздер семья ағзаларыңызбен бірге саяхатларға, ұзақ жолдарға шықсаңыз, әрқайын кетесіз. Һәм және осындай тарапте свет жайласқан болады мына жерде, қараңғы уақытта жақты қылып көрсетеді салонның ішін. Қауіпсіз тәріптер дегеннің себебі алды тәріпте де, ортада, артта һәм жерде бір қанша airbag'лар жайласқан. Һәм осы жерде колонкаларды необычный формада істелінген, барлығы көрсеңіз болады. Барлығы эко-кожа, сиденьелері спортивный формада істелінген. Қазірде бұл автомобилімізде 15 миллион скидкамен сатып ала аласыз. Егер бағасын білгіңіз келсе, төмендегі номерлерге қоңырау етіңіз.